Сәлем достар, біздер бүгін осындай керемет пончики дайындаймыз. Өте дәмді екен. Мен бірінші рет жасауым және бірінші рет жеуім. Сіздерге міндетті түрде жасауға кеңес берем. Үй жағдайында өте дәмді. Видеоны толықтай көрмес бұрын мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Ал бастаймыз. Ең алдымен біздер жылы сүтімізге ерітілген сары майымызды құйып, 2 жұмыртқамызды, қантымызды, ашытқымызды салып, оның үстіне 1 қорап ванилин немесе ванильді қант салсаңыздар да болады. Енді ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, кішкене қаттылау қамыр шығады. Біз бұны көтерілуге жылы жерге бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін нан жаятын жерімізді майлап, оның үстіне қамырымызды төсеп, тағы да қолымызбен илеп, осылай илеп аламыз жақсылап, сосын оқтаудың көмегімен жаямыз. Бұл қамырды бөлместен дәл осылай жайғанымыз дұрыс. Осындай шеңбермен бөлеміз. Дөңгелек етіп қиып аламыз, және осы дөңгелектің ішінен тағы да кішкентай дөңгелекпен қиямыз. Неге бізде осындай форма шығу керек. Барлығында дәл осылай қиып аламыз. Міне осылай дайын болған пончиктерімізді пергамент жайылған противеніміздің үстіне салып, асықпай аламыз, формамызды бұзып алмаймыз. Жайлап, асықпай алып, осылай қоямыз да, бұл пончиктерді тағы да жарты сағатқа көтерілуге қойып қоямыз, немесе 20 минутқа. Осылай бетін мешокпен жауып қойғанымыз дұрыс, өйткені беті кеуіп кетуі мүмкін. Қызып тұрған майға пончиктерімізді салып, 2 жағын қызартып қуырып аламыз. Пончиктеріміз өте тез піседі. Неге дәл осылай салғыш түске енгенше қуырамыз. Осы аралықта біздер бетіне глазур жасаймыз. Қара шоколадымыз бен ақ шоколадымыздың үстіне сливкиді құйып, водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Ақ шоколадымыздың үстіне мен розовый краситель қостым, пищевой, араластырамыз. Өз қалауларыңызда қандай түсте боясаңыздар да. Және бетіне осындай присыпка себемін. Мінеке пончиктерімізді глазурімізге аунатып, үстіне әрлеуге арналғанымызды сеуіп, бірден шайға ұсына берсеңіздер болады. Менің пончиктерім өте дәмді шықты, маған қатты ұнады. Сіздер де жасаңыздар міндетті түрде, және маған отчет жіберіңіздер. Егер менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Дәл осылай ортасы жұп-жұмсақ әдемі пончиктер шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Ақмарал.